болса тоқтайсыз. Неге? Өйткені бұл автобустың ішіндегі бала кемінде 20 бала, 15 бала, ал ішіндегі мұғалім нешеу? Біреу. Ол ұстап үлгере ме 15-20 баланы? Сондықтан да жауапкершілік кімге жатады? Жүргізушіге. Сіздің жолыңыздың бойында балалар деген автобустан қызыл көк маячогын қосылаттағына жүреді. Негізі қызыл көк маячок күшіне енеді, егер ода сигнализация болса, то есть ой деген сигнал болса ғана ол негізі күшіне енеді. Сондықтан да егер де олардың көк қызыл түсті маячогы жанып, ой деген звук шығып тұрса, сіз оған жол беруге міндеттісіз. Ал олар ережеге бағынбай жүре береді. То есть, мысал айтайық, мына ситуацияда бізде неше жолақ бар? 4 жолақ бар, бағыт 2. Негізі заң бойынша солға бұрылу үшін біз қай жолаққа түсуіміз керек? Екінші жолақтан солға кері бұрыламыз. Ал ол ГАИ асығып тұрса, бірінші жолақтан да солға бұрыла береді. Егер оның төбесінде көк қызыл маячогы жанып, ой деген сигнал болса, ол бағынбай жүріп кете береді. Бірақ жол менікі екен деп шығып кетті, ДТП болды. Кім кінәлі? Полицейский. Жоқ, анау кінәлі. Өйткені ол ию деді ғой. Неге? Ию деді ғой ол. Ол ию деді. Бірақ бұған айтады, мен дейді саған жолды ашып бердім дейді. Бірақ сен жолдың қауіпсіз екеніне көз жеткіз дейді. То есть жол менікі екен деп жүріп кетуге болмайды. Ол мынаның жол бергеніне көз жеткізу керек. Негізі біз солға бұрыларда біз кімді өткіземіз? Встречканы өткіземіз, А ол егер қызыл автокөлік солға бұрыларда шығып келетін болса, КамАЗ қызылды көліктағына не істейді? Тоқтап өткізеді, бір-бірін. Ал егер мынау неше жолақтан келе жатыр? Бірінші. Бірден КамАЗ оны көре ме? Көрмейді. Әрине көрмейді. Өйткені ол басқа жолақтан шығып келді ғой. Бұл жағдайда айтады, мен саған жасыл светофор бердім, жүре бер дейді. Бірақ жолдың қауіпсіз екеніне көз жеткізеді. Демек ол жолдың бойына шығады, мынаның тоқтағанына көз жеткізеді, одан кейін барып қана жүреді. Ол қатысты скорая пожарка ГАИ үшеуіне де. Түсінікті ғой? Мысалға деген сигнал. Енді қараңыз, мына ситуацияда ол автокөлік жүргізушісі қайда бара алады? Кез келген бағытта. Өйткені ода не жанып тұр? Сигнал. Қызыл түсті маячок және міне сирена, ой деген сиренаның суреті тұр. Енді мен сендерге зеленый светофор бердім, бірақ қауіпсіз екеніне көз жеткіз дейді. Бұл бізде көп қызыл түсті маячокқа арналған.